Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты таңдау. Жақсы тыңдалым болсын. Жанар мектеп бітіріп, енді оқуға тапсырам деп жүрген кезде өзі жыға танымайтын көрші ауылдың жігіті бұны алып қашты. Сол күн әлі есінде. Концерттен шығып, үй жаққа аяңдап келе жатқан. Бұның үйі ауылдың екінші бетінде. Оң жағында тұтас ауыл болса, сол жағында қарайып екі-ақ үй тұр. Екі үйдің бірі осы Жанардың мекені еді. Көзін ашқалы осы үйде тұрып келеді. Жолдың кедір-бұдырына дейін бес саусағындай жаттап алған. Кейде әке-шешесінен, ауылдың бәрі ана бетте болса, біз неге осы жақта тұрамыз деп сұрайтын. Балам-ау, бұл әкемізден қалған қара шаңырақ. Қара шаңырақты тастап қайда кетеміз дейтін әкесі. Бір жағынан малға жайлы, қырдағы ағаңа да жақын дейтін анасы. Ағасының малда екені рас. Қырда бір байдың қора-қора малын жалданып бағады. Жанар ес білгелі ағасының жарқырап киінгенін көрген емес. Қашан көрсең малдың соңында, қолы күс-күс болып, қалың киініп қорбаңдап жүретін. Өзі көп сөйлемейтін момын, жуас жан еді. Жанардың әке-шешесі де осы ауылдан бір қадам аттап шығып көрмеген қарапайым шаруа адамдары болатын. Сол түні Жанар жолдан өтейін деп жатқанда, бір көлік зуылдап келіп, жанына тоқтады. Қызың зәре-құты қалмай шошынып қалды. Көліктен үш жігіт шығып, Жанарды тарпа бас салып, айғайлауға да үлгертпей, көлік ішіне тоғытып жіберді. Жанардың жүрегі аузына тығылды. Бұлар кімдер? Жын ба, шайтан ба? О Алла, өлім деген осы ма? Деп өмірінде бірінші рет көріп тұрған жігіттердің бетіне қарауға да үрейленді. Ішінде беті қап-қара жігіт бар еді. Сол жігіт көліктің алдыңғы орындығында отыр деген аты болмаса, бар ойы артта болып, иненің үстінде отырғандай безек қағып, басына еркіндік сұраған нәзік қызға жалтаңдап қарай берді. Сөйтсе бұны алып қашқан көрші ауылда тұратын Берік деген жігіт осы екен. Жанар осы ақиқатты түсінген бойда тепкіленіп жылады. Аузынан ана сүті кеппеген балапан өзінің гүлдей жас ғұмырын Берікке қимады. Қанша қарсылықты антып, бұлқынса да, өзінен 10 жас үлкен үйленбей жүрген бойдағы жігіт өз ойын іске асырды. Жанарды үйіне әкеліп, көліктен күштеп түсіріп, басына орамал салды. Жанар өкіріп жылап, өзін қолтықтап алған әйелдерді тас-талқан етпек болып аттай тулады, бірақ әлі жетпеді. Жанардың әке-шешесі де, ағасы да бұны тағдырымен бетпе-бет тастап кете барды. Босаға аттадың, енді сен осы үйдің адамысың, тағдырыңа көндік, әлі-ақ бақытты болып кетесің, ештеңе жоқ, деді анасы. Абыройы аяқ асты болған Жанар егіліп жылай берді. Бірақ Берік Жанарға есеппен үйленген тәрізді. Әке-шешесі үйлен дей берген соң, көп қызың ішінен Жанарды алып қаша салған. Екеуі бір-бірін бөтенсіп көп жүрді. Жанар Берікке еркек ретінде емес, аға ретінде қарады. Қанша тырысса да, екеуінің бір-біріне деген сезімдері ояна қоймады. Махаббат деген киелі дүние, кез келгеннің басына қона бермейтін бақ екен. Ақ төсек екеуінің арасын жақындата алмады. Берік өзіне жақындаған сайын, Жанар өз-өзіне жеркеніп, өксіп жылайтын. Арманы, ары мен намысын аяққа таптап, өзін зорлықпен сүйдіретін адам емес еді. Сөйтіп жүргенде Жанардың аяғы ауырлады. 9 ай, 9 күннен соң Жанар өмірге қыза келді. Балалы болған Жанардың уайымы тереңдей берді. Ел қатарлы қыдырғысы, жарқырап жүргісі келеді. Әлі балалығы да, шалалығы да басылмаған. Беріктен әр нәрсені сұрап, кеуін әбден қажытып жіберді. Берік бала бағып, әбіржіп кеткен әйелінен суынып, түзде көп болатынды шығарды. Тіпті үйге сирек келетін болды. Кішкентай бала сияқты, оны әйелім деп қабылдай алмадым. Өзімнен 10 жас кіші, жұбайым емес, қарындасым секілді, өзімен тең ойлай алмайды. Сүйіп-күйіп қосылмаған соң қиын екен. Танып білмей алып қашқаным бекер болыпты.
Енді осы қателігімнің азабын тартам ба, деп Берік әкесіне мұңын шақты. Үй тірлігінен шаршап, Жанар ата енесіне сөз қайтаратынды шығарды. Әйелінің қырсық мінезін көрген сайын Берік үйден безіп кететін. Жанар күйеуінің салқынқандылығына шыдай алмады. Заттарын жинап, қызын көтеріп төркініне кетіп қалды. Берік қызын қанша қимаса да, Жанардың жолына бөгет болмады. Жанар әлі де болса бала еді. Отбасы болуға, ана атануға дайын емес болатын. Қызын әке-шешесінің бауырына салып беріп, өзі арман қуып қалаға аттанды. Жанардың әке-шешесі күйеуден қайтып келген қызы ел табасына қалмасын деп, оның қалаға тезірек аттанғанын құп көрді. Жиендері аяулымды бауырларына басып, ата-әжесі де, әке-шешесі де болу міндетін мойындарына жүктеп алды. Аяулым осылайша нағашы атасы мен әжесінің бауырында өсті. Жанар қалада жаңа өмірін ақ парақтан бастауға бел буды. Қызына деген аналық махаббаты сол күйі ашылмай қалғандай, кейде қызының бар екенін ұмытып кететін. Қызым деп анасы мейірленіп тұрмаған соң, аяулым нағашы әжесін анам, ал атасын әкем деп ойлады. Жанар ауылға көп келмейтін, тек айлығы түскенде ай сайын ақша жіберіп қарасып тұратын. Аяулым үлкен кісілердің шексіз махаббатына бөленіп бой жетті. Не десе де ата-әжесі қой демейтін. Бетінен қақпады, қанаттыға қақтырмады, тұмсықтыға шоқытпады. Ата-әженің шыбын жандары аяулымның үстінде болды. Аяулым осы үйдің сәні де, мәні де еді. Қарт кісілердің қартайғанда көрген бақыты еді. Еркін өскен аяулым 7-ші сыныпқа көшкен кезде өзгере бастады. Мінезі тұйықталып, көп сөйлемейтінді шығарды. Мектепте Ернар деген сотқар бала бар еді. Ол адамның бет жүзіне қарамай ойындағысын лақ еткізетін. Осы мінезі үшін талай жазаланса да, сотқарлығын ешкім қойдыра алмады. Сол Ернардың айтқаны аяулымның жүрегіне қанжардай қадалып тұрып қалды. Сені әкең де, анаң да тастап кеткен, ата-әжең жақында өледі, деді ол. Аяулым қыстығып тұрып қалды. Ел ішінде сөз жата ма? Ернардың да аузына біреулер осы сөзі салып бергені анық. Бірақ аяулым бұны түсінбейді. Не үшін бұған ешкім ештеңе айтпағанын түсінбейді. Атасын ата дейді, әжесін мама дейді. Олар бұны баласынып ештеңені ашық айтпаған еді. Тек Жанардың өз анасы екенін білетін. Адамда екі ана болады, бірі жас, бірі кәрі деп есептеп келген. Бірақ жан жағына қараса, бәрінің бірақ анасы, бір әкесі бар. Бәлкім, мен ғана осындай ерекше шығармын деп ойлады. Аяулым кімге мұңын шығарын білмей көп қиналды. Бұлай қарап тұрсаң, не ішем, не кием демейді. Айналып, толғанып отырған жанашыр ата-әжесі бар. Аяулым анасын шеше деп қабылдамады. Анда-санда бір көретін шешесі өзі үшін туысқан әпкесі секілді. Жанардың қасында өзін бөтен сезінетін, ата-әжесіне қашып тұратын. Міне, тағдырмен ойнаған Берік пен Жанардың жауапсыздығы, салғырттығы аяулымның өмірін осылайша ойрандай бастады. Аяулымның өз әке-шешесіне деген реніші жүрегінде қаратас болып қатып қалды. Кәрі ата-әжесі ата-аналар жиналысына да ел қатарлы бара алмайды. Аяулым бойжеткен сайын мінезі өзгере берді. Ішінде әке-шешесіне деген қарсылық пайда болды. Бұл қарсылықтың қарқыны қатты. Өскенде тұрмысқа шықпаймын, бала тумаймын деп ойлайтын. Ата-әжесі бір күн ауру, бір күн сау, жыл өткен сайын қартайып шөгіп барады. Ал Жанардың қасына барғысы келмейді. Сабақты үшке оқығанымен үй шаруасына пысық болды. Әйтеуір аман болсын деп, әжесі бұның көз алдында дін аман жүргенін ғана көңіліне медет қылатын. Сөйтіп жүргенде аяулымның әжесі қатты сырқаттанып қалды. Асқазаны тамақ қабылдамай, ішкенін лақылдатып құса берді. Шешесінің сырқаттанып қалғанын естіген Жанар қаладан құстай ұшып жетіп келді. Жанында бір үлкен аға бар. Сол кісінің көлігімен жетіпті. Бұны көргенде аяулымның көзі шарасынан шыға жаздады. Әлгі еркек аяулымды басынан сипап маңдайынан иіскеді. Аяулым аң-таң болып
Орайы келгенде шешесінен еркектің кім екенін сұрады. Жанар мама, бұл кім? Тағы кімді ертіп келгенсіз? Деді. Бұған дейін де Жанардың бірнеше рет тұрмысқа қайта шықпақшы болғаны рас еді. Ұзынқұлақтан шешесінің жүргіш екенін естіп қалғанда аяулым намыстан өртеніп кете жаздайтын. Аяулым, саған қалай түсіндірсем екен? Одан да сенен сұрайыншы, саған әке керек пе? Деді Жанар жымиып. Қайдағы әке? Не айтып тұрсыз? Одан да атам мен әжемді ойламайсыз ба? Маған атамнан басқа ешкім керек емес. Сіз не білесіз бірақ? Деді ашудан қалшылдаған аяулым. Жанар жалт қарады. Кішкентай деп жүрген қызы кәдімгідей бойжетіп, өзін тергеуге алып тұр. Аяулым, білем, бәрін түсінем. Маған ренжейсің, дұрыс. Кейін өзің тұрмысқа шыққанда бәрін түсінесің, деді Жанар. Мен тұрмысқа шықпаймын, оқымаймын да. Мен кетсем, атам мен әжемді кім бағады? Деді аяулым жанарына іркілген жас тамшыларына ие бола алмай. Жанар, олай деме қызым, дей беріп еді. Аяулым шешесінің өзіне ұмтылған қолын итеріп жіберді. Маған қызым демеңіз, сіз мені бағып өсірген жоқсыз, деп жұлқына басып, еңкілдеп жылап бөлмеден шығып кетті. Жанар сұлқ тұрып қалды. Апырай, бұлай болады деп ойладым ба? Баланың өмірін құрттым-ау. Баяғыда өзіммен бірге қалаға алып кетуім керек еді. Енді бұл қыз бойжетті, маған көнбейді. Мені өлсе де кешірмейді. Ей сорлы басым, деп күрсінді Жанар. Асқазанына жара шығып, төсекке жатып қалған Жанардың анасы қызымен оңаша қалғанда көптен көкейінде жүрген сөзін айтты. Жанаржан, халімді көріп отырсың. Бір аяғым төрде, бір аяғым көрде. Менің енді қаншалықты ғұмырым қалды дейсің. Өмірге өкпем жоқ. Асарымды асадым, жасарымды жасадым. Болатым кеш болса да үйлі баранды болды. Сенің де қолың өз аузыңа жетті. Бірақ бағың ашылмай қалдау қарғам. Аяшымды да уайымдаймын, деді беті аппақ қудай болып қуарып, бір уыс болып жатқан Кейуана. Аяшым дегені аяулым. Апа, әлі-ақ тәуір болып кетесің, олай демеші, деді Жанар. Жанаржан, қызыңды қолыңа ал. Мен өзімнің шамамды білемін. Құдай мені алайын деп отырған жоқ. Бірақ көзімнің тірісінде аяшымды өзіңнің қолыңа табыстағым келеді. Бір-біріңе бауыр басып, аналы балалы болып өмір сүріп көріңдер. Бізді Болат бағады, келім бар, деді кемпір. Жанардың ағасы малшы Болат ұзақ уақыт бойдақ жүріп, 1 жыл бұрын үйленген болатын. Әйелі сауыншы. Екеуі байдың малын бағып, нәпақа табу үшін уақытша қырға кеткен еді. Арада біраз уақыт өткенде, Құдайдың қалауымен дәрігердің емі қонған Кейуана құлан таза айығып кетпесе де, бетіне қан жүгіріп, бойына ас тари бастады. Бұған әсіресе аяулым қатты қуанды. Өйткені анасымен бірнеше рет сөзге келіп қалған болатын. Шешесі кетсе, тынысы кеңейіп, өмірі бұрынғы қалпына оралар деп ойлады. Аяулым Жанарды ана ретінде мойындамады. Жанар да оған біртүрлі суық, бөтен күйінде қалды. Жанар жігітімен бірге қалаға кетуге жинала басаған уақытта аяулымды ата-әжесі шақырып алды. Оған анасымен бірге кететіні туралы айтты үлкендер. Бойжеткен бөлмеден боз-боз болып жылап шықты. Бармаймын деп қайталай берді. Бірақ атасы да, әжесі де бір шешімге келіп бекініп отыр екен. Аяулым 2 күннен кейін азын шоғын затын буып түйіп, шешесімен бірге қалаға аттанды. Өмір екеуі үшін енді басталды. Аяулымды қаладағы мектепке 9 сыныпқа орналастырды. Жанардың өзі кафеде аспаз болып жұмыс істейтін, сол жұмысына қайта кірісті. О заманда бұ заман, бұған дейін бір-бірінен жақта өмір сүріп үйреніп қалған Жанар мен аяулым түсінісіп кете алмады. Әсіресе анасының түн болса үй көрмей қыдырып кететіні аяулымның шымбайына қатты батты. Аузы күйген Жанардың аңғалдығынан арыла алмағаны рас еді. Нәпсі құмарлығы бойын билейтін де тұратын. Сөйтіп кейде кімнің қойнында жатқанын өзі білмей оянатын халге жетті. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан, түзу жүргісі келіп көп тырысты. Бірақ етегі түрілген келіншекке еркектердің көзі көп түсетін. Басында бәрі жақсы басталатын. Біраз уақыттан кейін Жанар ғана жылап қалатын. Өмір осылай өте берді. Әркімнің бір қолжаулығына айналып, әйел
бала шағасы бар жігіт ағаларының көңілдесі болып та көрді. Әйтеуір жылт еткен үміттің артынан ере берді. Жанардың соңынан пыш-пыш әңгіме көп тарайтын. Жаман да болса анасы емес пе? Аяулым шешесін жамандыққа қимады. Көзі көріп тұрса да көңілі сенбейтін. Түн баласы қыдырып, үйге таңға жуық бірақ оралатын. Жанар қызым бар деп те қымсынбады. Ауылдан көлігімен алып келген еркек басында күндіз үйге келіп кетіп жүрді. Аяулым онымен сөйлеспек түгілі бетіне қараудан жеркенетін. Жанар мен әлгі еркек кештерде бірге шарап іше бастады. Бұрыннан қалыптасқан әдеттері болса керек. Тек бойжетіп қалған қызға бұл әдеттерін кейін көрсетті. Аяулым ондай кезде бөлмесіне тығылып алып қыстыға жылайтын. Еркек үйден шығып, сыртқы есік сарт етіп жабылғанда масайраған Жанар қызына келіп ыржия қарап тұратын. Қызым, сорланаңды кешір, мен енді адам болмаймын, сен менің жолымды қайталай көрме, деп бір күліп, бір жылап, буына түсіп кеткен шараптың буымен тілі күрмеліп, әр нәрсені бір айтып сандырақтайтын. Жатшы, жатшы, демалшы, мазамды алмашы менің, деп аяулым қатты айғайлап тастайтын. Бір күні Жанар шектен шықты. Әлгі еркекті бір бөлмелі үйдің асханасына қондырды. Аяулым түн баласы дөңбекшіп шықты. Ойы он, санасы сан саққа бөлінді. Бойжетіп қалған қыз емес пе? Ойына неше түрлі нәрсе түсті. Сырт еткен дыбыс шықса құлағын түріп елең ете қалатын. Ал Жанар мен әлгі еркек ас үйдің есігін жауып алып істерін тындырып жатты. Аяулым қатты қорланды. Туған шешесінің көрсетіп жатқаны осы болса, басқалар не істемейді. Аяулым заттарын буып түйіп, көз ілмей таңды күтті, ауылға барады. Таң сібірлеп ата салысымен аяулым мысықша басып үйден шығып кетті. Жанарға айтуға құлқы жоқ. Талай рет мен ауылға апарып таста дегенде Жанар қарсы болған. Аяулымның жалғыз өзі шығып бара жатқанын Жанар сезгенде жоқ. Басы мең-зең болып, түске таман бірақ оянды. Аяулым сабаққа кеткен болар деп кешке дейін аса мән бермеді. Түн болды, аяулым жоқ. Жанар алаңдай бастады. Қызына қоңырау шалып еді, телефоны өшіп тұр екен. Дереу сынып жетекшісіне телефон соқты. Аяулым бүгін сабаққа келген жоқ, өзіне де сізге де хабарласып ала алмадық, деді мұғалімі. Жанар шындап сасқалақтады. Сағат тілі түнгі 12-ні көрсеткенде Жанар үйге сыймай далаға шықты. Қайда кетті? Қайда баруы мүмкін? Достары бар ма? Деген сұрақтары қарша борап, өз-өзін жегідей жеп жіберді. Сөйтсе қызы туралы ештеңе де білмейді екен. Әттең, бәрі басқаша болғанда ғой, обалына қалдым-ау. Қызым, осыдан тек аман есен келші, бәрін түзетем деп ішінен ант су ішті. Сағат түнгі 3 болды. Жанар не істерін білмей, есік алдында әрі-бері теңселіп жүрді де қойды. Ақыры шыдамай, ауылдағы анасына қоңырау шалмақ болды. Уайымдайтын болды-ау. Одан да жеңгеме хабарласып көрейін деп ағасының әйеліне хабарлама жазды. Абырой болғанда ояу екен. Тыныштық па, не болды деп шошып кетті жеңгесі. Жанар жеңгесінен суыртпақтап сыр тартты. Аяулым келмепті, ауылға да бармапты. Қап, енді қайттым, деп Жанар отқа түскен көбелекше шыр айналып безілдеп кетті. Кеш болмай тұрғанда полицияға бару керек. Жанар таксиге отырып түнгі 4:30-дарда полицияға жетті. Полиция бірден дабыл қақты. Жас қызды жабылып, қуыс-қуыстан іздей бастады. Келесі күні іздеуге еріктілер тобы да қосылды. Аяулым ұшты-күйлі жоқ. Жанар жылай-жылай көз жасы төгесіліп, құр сүлдерін сүйретіп жүрді де қойды. Алла, күнәларымды кеш, арзан ойын күлкіге алдандым. Мен қызымды емес, жеңіл өмірді таңдаппын. Енді таңдауым өзгереді. Маған бір ғана мүмкіндік берші. Аяулым аман есен келсе, мен ақ жолға түсем, деп мешітте Аллаға жалбарынды. Сынбауы керек еді сол кезде. Бұрынғы күйеуі алып қашқанда, бәріне көндігіп, төзімділік танытқанда, ендігі айдалада қаңғырмай қызымен бірге бақытты отбасы болар ма еді. Күйеуінің де кінәсі шаш етектен. Әлі балалығы басылмаған әйелін ақылмен жөнге салса, бұл да ондай еркектен қашып кетер ме еді. Қу тағдыр, бар байлығы, алыстан іздеген бақыты жанында жүріпті. 4-ші күн дегенде
Полициядан сүйінші хабар жетті. Аяулым табылыпты. Дін аман. Сол күні аяулым үйден шығып кетіп, автобусға отырып базарға қарай жол тартқан. Базарда ауылға жүретін көлік іздеп көп жүрді. Таныс ауылдастары шықса, бұны далада қалдырмасы анық. Жол ақысын ата-әжесінен ала жатар. Сөйтіп, таныс ауылдас таксистері кезігіп қалар деп сарыла күтіп жүргенде, аяулымның алдына бұрынғы сыныптас құрбысы шыға келмесі бар ма? Аяулым қатты қуанып, сыныптасына ауылға баратын көлік іздеп жүргенін айтты. Ол әкесі ертең ауылға жол жүретінін айтқан кезде, аяулымның қуанышы одан сайын еселеніп, мәз-мейрам болды. Бірақ Жанардың пәтеріне қайта барғысы келмеді. Білесің бе, мен үйден заттарымды алып бірақ шыққан едім. Үйім қаланың екінші шетінде. Хабарласайын десем, телефоным да сынып қалды. Одан да сенің қасында жүре берсем, қалай қарайсың, деді аяулым. Құрбысы сөзге келмеді. Әрине, жүр, деп аяулымды өзімен бірге ерте кетті. Екеуі бір-бірін көргендеріне риза болып, күлісіп, қуанысып, тіл табысып кетті. Аяулымның құрбысы қаланың шетіндегі ауылда тұрады екен. Сет нашар, интернет те онша ұстамайды. Құрбысының әкесі үйлерін жаңадан салып жатыр екен. Ауылға жүретін көлік аяқ астынан сынып, аяулым сол үйде 4 күндей жатып қалды. Өзін шешесі полицияны аяқтарынан тік тұрғызып, жер дүниені шарлап іздеп жатқанын аяулым білген жоқ. Тәртіп сақшыларының құрығы ұзын. Екі кештің ортасында сау етіп, екі полиция үйлеріне кіріп келгенде бәрінің зәрелері ұшты. Полиция аяулымды аман-есен Жанарға табыстады. Өтпелі кезеңде жасөспірімдер үйден қашады. Неше түрлі қылықтарға барады. Бұл қалыпты жағдай. Қызыңызға көбірек көңіл бөліңіз, деп ескертті полиция. Жанар осы күндер ішінде анадан жаңа туғандай ішкі дүниесі жаңарып, тазарып, өзінің күнәларын толық түсінген еді. Ол аяулымды қатты құшақтап, бауырына басты. Кешір мені, қызым, біз екеуміз өмірді қайта бастаймыз. Кеш болса да, мен сені таңдадым. Ендігі жерде сен үшін ғана өмір сүретін боламын, деді Жанар. Аяулым шешесінен бұндай сөз күтпеген еді. Өмірінде бұлай айтып көрмеген анасының бетіне аңтарыла қарады. Аяулымның алдында мүлдем басқа, мүлдем өзгеше Жанар тұрған еді. Әңгіменің соңы.